Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры жабыспайтын, езілмейтін, сочный болып шығатын мантының рецептімен бөлісемін және ерекше түю әдісі, ұйғырша түю тәсілімен жасаймыз. Менің каналыма жазылып алыңыздар, көптеген рецепттерді таба аласыздар. Ең алдымен қажетті заттарды дайындаймыз. Бізге керекті ұн және 1 стакан салқын суға 2 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнның ортасын ашып, суымызды құямыз. Бізде қатты қамыр шығады. Сол үшін суды барлық жеріне тегізіп барып, қамырды илейміз. Бізде қатты қамыр шығады. Осылай басында бірікпейтіндей болып көрінеді. Сол себепті қамырды дастарханға түсіріп, жақсылап илеуге болады. Қамырды илеуге 9-10 минуттай кетеді. Арасында ұн қалып қоймайтындай жақсылап ысқылап, араластырып илеп аламыз. Міне қамыр біріге бастады. Мүлде ұн қалдырмай, жақсылап илей береміз. Міне қамырымыз жақсы болып біріге бастады. Біріккеннен кейін осылай жалпақ етіп жайып, одан конвертик жасаймыз. Үстінен басып, шеттерін торлап қоямыз. Енді пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Міне жарты сағатта қамырымыз жақсы бірігіп, жұмсарып қалған. Енді қамырды жақсылап жаямыз да, тағы да конверт жасаймыз. Жұмсақ болып тұрған қамырды тағы да үлкейтіп жайып, конверт қылып орап аламыз. Және шеттерін тегістеп, қамырымызды пакетке саламыз да тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Ал енді салмаға керекті заттарды дайындаймыз. Бізге керек фарш, құйрық май және пияз қажет. Осылай майдалап турап аламыз. Құйрық майды өте ұсақ етіп турау керек. Енді еттің үстіне пиязды саламыз, құйрық майды саламыз және дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Ең алдымен бұрыш пен пиязды жақсылап араластырамыз. Осылай езіп араластырамыз, сосын барып етпен бірге барлығын бірге араластырып аламыз. Және өте маңызды құрамның бірі, өте салқын суды қосамыз. Описание бөлімінде барлық керекті заттардың мөлшерін жазып қалдыратын боламын. Міне осымен салма дайын. Ал енді қамырды алып, оны 3 бөлікке бөліп аламыз. Және қалған 2 бөлігін пакетке сала тұрамыз. Осы қамырлардан жгут жасаймыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Барлығын 20 граммнан бөліп өлшеп аламыз. Және осындай дөңгелек пішіндерді жасаймыз. Бетін жауып қойып, қамырды шетінен жая бастаймыз. Және маңызды ескеретін жағдай, қамырды тым жұқа қылып жаюға болмайды. Тым қалыңда қылып жаймаймыз. Кішкене үлкейтіп алған соң, тек шеттерін басып шығамыз. Міне қалыңдығы осылай болады. Енді қамырдың ұнын қағып аламыз. Енді мантыны түйіп бастаймыз. Қамырды қолымызға алып алған ыңғайлы. Және салманы толтырып саламыз. Қамырдың бір шетін ішке кіргізіп, осылай қамырымызды жинап аламыз. Міне екінші шетте дәл солай ішке қарай бүктеп, екі шетінен жинап аламыз. Осылай сопақ болып қалса, қолмен кішкене дөңгелетіп жасауға болады. Барлығын солай түйіп шығамыз.
қамырды қолға алып түйу керек. Салманы толтырып саламыз және бір шетін ішке қарай кіргізіп аламыз да осылай жинап шығамыз. Екінші шеті де дәл солай. Бұл әдісті көп түйсеңіз тез үйреніп кетуге болады. Барлығын солай түйіп шығамыз. Салманы толтырып салған кезде өте әдемі болып түйіледі. Және мантыны түйіп болған соң осылай сопақ болып тұрса, екі шетінен аздап қысамыз. Бізде осы кезде суымыз сақырлап қайнап тұруы қажет. Листті майлап, мантыны салып шығамыз. Және 30 минутқа қоямыз. 30 минут қойсақ жеткілікті. Қамырымыз піседі және салмасы да жақсы піседі, себебі өте ұсақ етіп турап алдық. Одан көп қойсаңыз, қамырыңыз ісініп кетуі мүмкін және ерте тесіліп жыртылатын болады. Сол себепті 30 минут жеткілікті. Барлығы пісті. Міне осындай әдемі, сочный, қамыры жыртылмайтын, жабыспайтын мантыны сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Парақшам пайдалы, каналға тіркеліп алыңыздар. Міне қамырды бөлген кезде арасынан суы, сорпасы шығады және қамыры жақсы піскен, тым қалың болған жоқ. Егер сізге осы видео пайдалы болған болса, видеоны жақындарыңызбен, достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісе кетіңіз. Осылайша қазақша контентті қолдап, каналдың дамуына үлес қоса аласыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.